Coca-Cola'ны 1886 жылы Атланта қаласының фармацевті Джон Стит Пембертон жасап шығарған. Алғашқыда Пембертон оны дәрілік тоник ретінде әзірлеген. Бұл сусынның көптеген ауруларды емдей алатынын, соның ішінде бас ауруы, жүйке тозуы және шаршауды жеңілдете алатынын айтқан. Алғашқыда сусын Атлантадағы Jacobs Pharmacy дәріханасында 5 центке бір стақаннан сатылған. Coca-Cola атауын Пембертонның бухгалтері Фрэнк Робинсон ойлап тапқан. Ол сонымен қатар атақты логотипті әзірлеген. Құрамында кока жапырақтарының сығындысы кішігірім мөлшерде кокаинмен және кофеинді қамтамасыз ететін кола жаңғағының сығындысы болғандықтан сусынның атауы Coca-Cola болып қалыптасқан. Әлемнің 200-ден астам елінде күн сайын 1,9 миллиардтан астам кола ішіледі. Coca-Cola компаниясында 700 мыңнан астам адам жұмыс жасайды. Сондай-ақ 225-тен астам құю серіктестері бұл сусынды бүкіл әлемге жеткізуге көмектеседі. Қазақстанда кола Coca-Cola Алматы Bottlers компаниясымен өндіріледі. Компания Алматы мен басқа аймақтардағы бірнеше құю зауыттарын басқарады. Коланың Қазақстандағы нақты сатылым көрсеткіштері жарияланбайды. Дегенмен Қазақстандағы сусындар нарығы 2024-2029 жылдар аралығында жыл сайын 6,96%-ға өсуімен 2029 жылға қарай шамамен 1,82 миллиард долларға жетуі күтілуде. Coca-Cola компаниясы Қазақстанға үлкен инвестициялар салып келеді. 2024 жылғы қыркүйекте олар Шымкент қаласында 3-ші зауытын ашып, жылдық өндіріс қуатын 30%-ға арттырды. Бұл инвестициялар Coca-Cola өнімдерінің Қазақстан нарығында күшті және жылдам өсіп келе жатқанын көрсетеді. Коланың формуласы құрамындағы химиялық заттар қатаң коммерциялық құпия болып табылады, бірақ оның құрамында келесі химиялық заттар мен қосылыстар бар екені белгілі. Коланың 90% су және тазартылған көмірқышқыл газы, қоспа ретінде қант. Кола классиктің тәтті дәмі және оның ауызда қалдыратын ерекше сезімі қанттан туындайды. Тағы карамель бояуы. Кола үшін арнайы жасалатын карамель сусынға ерекше қара түс береді. Аздаған мөлшерде фосфор қышқыл дәм береді, ал жеңіл ащы дәм кофеиннен туындайды. Coca-Cola'ның құпия формуласының сыры оның табиғи хош иістендіргіштерінің қоспасында жатыр. Бұл формуланың ең қорғалған және құпия бөлігі. Coca-Cola'ның денсаулыққа зиян әсері ешкімге құпия емес. Бұл тәтті су семіздік, екінші типті қант диабеті мен кариес сияқты көптеген ауруларды тудырады. Бір банка Coca-Cola'ның құрамында шамамен 39 грамм қант бар. Бұл 10 шай қасыққа тең. Коланы ішкенде қандағы қант деңгейі күрт көтеріледі, кейіннен құлдырау болады. Ол шаршауға және қантқа деген аштыққа әкеледі. Коланың құрамындағы кофеин жеңіл стимулятор ретінде әрекет етеді. Ол уақытша шаршауды азайтады. Бірақ бұл сезімтал адамдарда жүйке тозуы, жүрек қағуының жиілеуіне немесе алаңдатушылыққа әкеледі. Coca-Cola құрамында су болғанымен кофеин мен қант жеңіл диуретиктер ретінде әрекет етіп, көп ішкен сайын денеден көп зәр шығарады. Бұл организмді құрғатып, коланы тағы ішуге құмартады. Коланың құрамындағы қант пен қышқылдығы тіс эмалін зақымдап, кариес пайда болу қаупін арттырады. Әсіресе дұрыс ауыз гигиенасы болмаған жағдайда. Неге? Coca-Cola әлемде ең танымал сусын. Coca-Cola'ның жаһандық танымалдығы оның ерекше брендінен, маркетингінен және қолжетімділігінен туындайды. 1886 жылдан бастап Coca-Cola өзінің қызыл-ақ логотипі, ерекше контурлы бөтелкесі мен жарнамаларымен халық арасында күшті байланыс қалыптастырды. Бұл сусын қуаныш, достық және ностальгия сияқты әмбебап эмоциялар тудырады. Жаңа жылда Санта-Клаус, ақ аюлар мен әйгілі мерекелік жарнамалардың әсерінен қазірде жаңа жылды коласыз елестету қиын. Компанияның Олимпиада және FIFA әлем чемпионаты сияқты халықаралық оқиғалармен байланысы оның үнемі назарда болуын қамтамасыз етеді. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Coca-Cola әскерилерге жеткізіліп, оның патриоттық символ ретінде бейнесін нығайтып, жаңа нарықтарға шығуына себеп болған. Coca-Cola'ның кең таралған тарату желісі оны 200-ден астам елде қолжетімді етеді, тіпті шалғай аудандарда да. Оның қолжетімділігі кең аудиторияны тартады. Coca-Cola сонымен қатар өз маркетингін және өнім ұсыныстарын жергілікті мәдениеттерге бейімдейді. Әртүрлі аймақтарда ерекше дәмдер мен мәдени тұрғыда сәйкес науқандар енгізеді. Коланың әртүрлі өнімдері, оның ішінде диеталық кола, zero sugar және аймақтық нұсқалары тұтынушылардың өзгеріп отыратын талғамына сай жасалады. Бренд сонымен қатар жер шарымыздың экологиялық тұрақтылығына инвестиция салып, қазіргі заманның талаптарына сәйкес маркетингін жүргізіп келеді. Coca-Cola тек сусын ғана емес, бұл мәдени икона, бірліктің, мерекенің және достықтың символы.
Оның кино, музыка және өнерде болуы жылдар бойы тартымдылығын арттырып, оны әлемдегі ең танымал сусынға айналдырды. Әртүрлі елдерде Кока-коланың дәм айырмашылығы бар, себебі әртүрлі тәттілендіргіштер, мысалы ақштағы кола жүгері сиропымен жасалса, басқа елдерде қантпен жасалады, және жергілікті су сапасы мен өңдеу процестері әртүрлі болуы мүмкін. Қазақстандағы Кока-кола ерекше дәммен жергілікті талғамдарға бейімделген нұсқасы болып келеді. Кока-кола компаниясы жалпы әлем бойынша 500 брендті қамтитын 4000-ға жуық сусын түрін ұсынады. Кола, Sprite, Fanta, Bonaqua, Fusti, Powerade, Costa Coffee және тағы басқалары. Сонымен қатар Coca-Cola Silk, Robot Fruit Mix аймақтық жемістерді, мысалы гранат пен әнжірді араластырып, Қазақстанның бай мәдени мұрасын көрсетеді. Бұл арнайы шығарылымдар Coca-Colаның жергілікті талғамдарға бейімделуге және Қазақстандағы адамдар үшін сусынды тұтыну тәжірибесін жақсартуға деген ұмтылысын көрсетеді. Бұл жергілікті дәмдер мен арнайы шығарылымдар Coca-Colаның әлем бойынша тұтынушылардың әртүрлі талғамдарын қанағаттандыруға арналған стратегиясын көрсетеді. Коланы үй шаруашылығында тазалағыш құрал ретінде пайдалануға болады. Қышқылдығы pH 2,5 көмір қышқыл газымен ол тот пен лайлар мен майды тиімді түрде тазартып, дәретханаларда металл бұйымдарды жылтыратуға және бекітілген болаттарды босатуға көмектеседі. Оның фосфор қышқылы қатқандақтарды ертіп, оны тұрмыстық тапсырмалардың көпшілігі үшін таңғаларлықтай тиімді арзан тазалағыш құрал етеді. Сонымен қоса оның қышқылдығы кутикуланы қысып шаштың жылтырлығын арттыра алады, бірақ оны жиі қолдану шаштың құрғауына немесе зақымдалуына келеді. Диеталық және қантсыз Coca-Cola айырмашылығы: диеталық кола тәттілендіргіш ретінде аспартамды қолданады. Coca-Cola Zero Sugar қоспасы аспартам мен ацетсульфам калийін біріктіріп, кәдімгі Coca-Colаға жақын дәм ұсынады. Екі сусында калориясыз, бірақ олар дәм профильдері мен тәттілендіргіштер қоспаларымен ерекшеленеді. Coca-Cola халал ма? Кола көптеген ислам ғалымдары тарапынан халал деп саналады, себебі ол алкоголь немесе халалға жатпайтын ингредиенттерді қоспайды. Алайда кейбір адамдар жасанды қоспалар немесе кофеин болуы мүмкін деген алаңдатушылық танытады. Әрқашан жергілікті сертификаттарды тексеріп, халал талаптарына сай болу үшін діни биліктермен кеңескен жөн. Дәрігерлер мен диетологтар балаларға Coca-Colаны ішпеген жөн деп есептейді, себебі ол қантқа бай және денсаулыққа зиян. Егер ішсе, айына бір реттен аспау керек. Айына бір рет бұл орташа ұсыныс, ал нақты мөлшерді ата-ана баланың жалпы тамақтану рационына байланысты анықтайды. Ересектерге сусынды сирек тұтыну ұсынылады, күніне 250 мл бір стақан. Қантсыз нұсқалары зиянды азырақ болса да, оларды шамадан тыс ішуге болмайды. Қорытындылай келе, Coca-Colаны ішу бұл әрбір адамның өз таңдауы, ал біз қазақтар үшін дәмді тағамдармен қуырдақ, бешбармақ және құртпен бірге бір шыны Coca-Cola ішудің өзі ғажап үйлесім. Әрине, мұндай тәтті комбинацияларды жиі пайдалану денсаулыққа пайдадан гөрі зиян әкеледі. Бірақ өмірдің рахатын сезіну үшін кейде осындай ерекше сәттерді жасау да маңызды.